Сот ақ пен қара таразыланатын, ақиқат айтылатын, тура төрелік жасалатын орын. Сот төрелігін атқаруда сот кеңсесінің алатын орны ерекше. Салаға жаңа технологиялардың енгізілуі кеңсе жұмысын одан әрі жетілдірді. Сот кеңсесі заманауи талаптарға сай компьютермен және басқа да құралдармен жабдықталған. Жаңа технология сот отырысы залдарының дыбыс бейнежазба құрылғылармен қамтамасыз етілуі сот хатшыларының жұмысын едәуір жеңілдетті, қағазбастылықтан арылтты. Сотқа келген азаматтарды бірінші қабылдап, жол көрсететін кеңсе қызметкерлері. Сондықтан алғашқы әсер жағымсыз пікір қалыптастыруға негіз болмау үшін кеңсе мамандары мінсіз жұмыс істеуге міндеттеледі. Сот билігінің халық үшін ашық әрі қолжетімді болуы мемлекет тарапынан қойылып отырған басты талап. Бұл бағыттағы жұмыстар бір мезетке де тоқтаған емес. Сот үрдісіне жаңа ақпараттық технологиялардың енгізілуі әділ сот пен ел азаматтарының конституциялық құқықтарының сақталуының негізгі кепілі. Қазір сот органдарына талап арыздар мен шағымдар, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер мемлекеттік органдардан сот кабинеті электронды ақпараттық сервисі арқылы түсіп, төрелік ақпараттық жүйесі арқылы тіркеледі. Кіріс шығыс хат хабарларды тіркеуден бөлек сот ісінің қозғалысы, оның рәсімделуі, іс жүргізудің процессуалдық мерзімі, статистикасы, сот мұрағатын қалыптастыру, жоғарғы соттан келіп түсетін бақылау тапсырмалардың уақытында және сапалы орындалуын қамтамасыз ету, біліктілікті және ұқыптылықпен өз ісіне деген жауапкершілікті талап ететін жұмыстарды ұйымдастыру сот кеңсесінің міндеті болып табылады. Сот кеңсесінің қызметі туралы мәлімет бере отырып, кеңсе меңгерушісі Алтынбаев Аян Қуанбекұлы бастаған барлық жауапты қызметкерлерді сіздердің назарларыңызға ұсынудағы мақсат сот төрелігінің ашықтығы мен қолжетімділігін одан әрі арттыруға бағытталады. Сот жұмысын сапалы ұйымдастыру біздің басты мақсатымыз. Назарларыңызға рахмет.